student. How are you today? Page 80. Vocabulary. Сәлем, құрметті оқушы. Бүгін бізде сөздіктер, өткен сабақта өткен сөздіктерді қайталау болып саналады. Бұл сөздіктерді барлығын жаттап алды деп ойлаймын. Себебі бұл өте керек, қажетті күнделікті өмірде қолданатын сөздіктер. Сол себептен жаттап алуға кеңес беремін. Бірінші тапсырмада жазып қойдым. Сәйкестендіру. Екінші тапсырмада бос орынға сөздерді қойып сөз шығару. Үшінші тапсырмада сәйкестендіру. Төртінші тапсырмада сәйкестендіру. Бесінші тапсырмада сәйкестендіру. Алтыншы тапсырмада сөзді орнына қою. Барлығын қойып шықтым. Play an instrument. Инструментте ойнау. Read books. Кітаптар оқу. Dance. Билеу. Draw. Қарындашпен сурет салу. Paint. Краскамен сурет салу. Sing. Ән айту. Take photos. Фотоға түсіру. Act. Қойылым қою. Write stories. Жазу, оқиғалар жазу. Екінші тапсырмада сөздерді орнына қойып шықтым. Музыкалық сөздер болды. Pop, soul, rap, hip-hop, classical, folk, rock, jazz, opera. Үшінші тапсырмада сәйкестендірдім. Төртінші тапсырмада сөздерді білеміз деп ойлаймын. House деген үй, garden деген бақша, ladder деген саты, barbecue, барбекю, wall қабырға, гараж, roof шатыр, gate қақпа, қақпа, қоршау. Бесінші тапсырмада сәйкестендіру. Enormous деген өте үлкен, very big, ancient, very old болады. Ancient деген көне деген сөз, өте ескі. Fantastic деген фантастикалық, very good болады. Tiny деген өте кішкентай, very small болады. Алтыншы тапсырмада орнына қойдым. On, by, took деген сөздерді. Осымен сабақ аяқталды. Сабақ ұнаса лайк қойып кетіңдер, комментарий жазып кетіңдер. Сабағым пайдалы болып жатса, комментарий жазып кетіңдер. Міндетті түрде жауап беремін.